кіммін? Оқушымын. Бұл баяндаушы болып иә. Сонда мына жерде түбірі оқушы, мен дегеніміз жіптік жалғауы. Яғни балалар, сонда біздің бүгінгі тақырыбымыз зат есімнің жіктелуі. Қазір дәптерлеріне бүгінгі күнді жазайық. 19 ақпан сынып жұмысы және тақырыбымыз зат есімнің жіктелуі. Сонда балалар әндеді мен оқушымын деп тұр ғой, иә? Жіктік жалғауы адамның кім екенін кәсібіне байланысты. Мысалы, бірінші, екінші жақта жіктік жалғауы не істейді? Жалғанады. Иә? Кәсібін көрсету арқылы зат есімдерге жіктік жалғауы жалғанады. Мысалы, оқушы деген сұрақ қойыңдаршы, оқушы. Оқушы. Я зат есім ғой. Оған мың деген жіктік жалғауы жалғанысты. Міне мына жерде қарасаңдар жіктік жалғауы, иә? Қазір тақтадан да көрсетемін жіктік жалғауын. Бір бүгінгі күнде бар маған. Зат есімнің жіктелуі. Тақырыпты жазамыз міне, зат есімнің жіктелуі, иә? Жазып бар? Зат есімнің жіктелуі. Келесін абортпалы әдіс арқылы жаңа біз тапқан кезде бұл тақырыпты біз тақырыпты шығарушы едік. Әрі қарай зат есімнің жіктелуі балалар, зат есімнің жіктелуі жалғау, яғни адамның кім екенін көрсететін зат есімдерге жалғанады. Мысалы, мен оқушымын, сен бишісің, сіз мұғалімсіз, ол әнші десек, мысалы, зат есімнің жіктелу үлгісі. Мысалы, мына жерден мен оқушымын деген бірінші және екінші жақтағы жіктік жалғаулар жалғанады. Оның жіктік жалғау жекеше және көпше түрде бөлінеді, иә? Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ. Алдыңғы сабақтарда біз қайталап өткен болатынбыз, иә? Енді әрі қарай немізге қарайық оқулығымызға 17-ші жаттығу, иә? Өлеңдерді оқы дейді. Яғни жасанды интеллект арқылы өлеңді қазір оқиды. Жасанды интеллект арқылы өлеңді оқимыз. Табиғат көзін сыйлаған, қондығын кезек шешілген, атуға көзі қимаған, мен торғайын, суыққа да тоңбаймын, қол күмісқа шекейген, бау бақшаны қорғайын. Ja, балалар, енді өлең не туралы екен? Өлең. Торғай және торғай туралы, иә, құс туралы. Енді бұл жерде біздер жаттығуда не деп тұр? Қарамен жазылған сөздердің қай сөз сабында тұрғанын айт дейді. Түбірі мен жалғауын ажырат дейді. Бұл сөйлемдер қандай мүше болып тұр? Қарамен жазылған сөздер қайсы біз білмейміз? Қарамен жазылған сөздер. Торғаймын деген енді бізге жаттығуда не деп тұр? Түбірі мен жалғауын ажырат дейді, иә? Түбірі қайсы? Аққу дегенде. Түбірі сөйлеміз. Аққу. Мұн дегеніміз жіктік жалғауының бірінші жағы, иә? Келесі торғай, мұн. Аха. Яғни мұн дегеніміз жіктік жалғау, яғни көпше түрде тұр, иә, балалар? Көпше түрде тұр. Енді осы жаттығу арқылы Ага, смотри. Вот, ты не знаешь. Нет, он добрый слова. Ты сейчас сначала какого-то джаза. Да, не знаю. На передаче школы он себе не знает. Да, надо улучшать.
сөйлем мүшесіне талдаңдар. Не бар қазір? Баяндауыш қайсы тұстарында болып тұр дейді, иә? Бірінші талдаймыз. Сөйлем аяқталды. Сөйлем аяқталды. Кіммін? Оқушымын. Бірі оқымын деген бір жалғау, иә? Екісіз бесіз. Сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр? Баяндауыш. Сұрақ қой. Кім? Мен. Бастауыш. Яғни жаңа біздің тақырыбымыз зат есімнің жіктелуі ғой, иә? Зат есімнің жіктелуі. Яғни мен оқушым. Сөйлемде қандай бірінші, екінші жақ болған кезде сөйлемде қандай қызмет атқарады? Баяндауыштың қызметін атқарады. Сен оқушысың. Талда. Кім? Тұра ғой. Кім? Сен. Оқушысың. Оқушысың. Бұның аяғы қайда? Оқушысың. Қандай немесің? Екісі баяндауыш. Яғни сөйлемнің құрылаулы мүшелері, иә? Бастауыш пен баяндауыш. Баяндауыш. Яғни зат есімнен тұр сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр? Балалар, баяндауыш қызметін атқарып тұр. Жазып алайық. Ол оқушы. Кім? Талдаймыз. Ол оқушы. Сөйлем аяқталған жерге қой. Оқушы. Сұрақ қояйық, балалар. Оқушымын деп тұр ғой, иә? Оқушы. Баяндауыштың қызметін атқарып тұр, иә? Яғни екі сызбен сызылады, иә? Ал ол дегеніміз сөйлемде бастауыш сызбен сызылады. Дұрыс. Өзіңіз сосын кейін. Нұрислам, Қалибек, өзіңізге бір бал қойып. Енді жаңағы орындаған жаттығуымыз ереже шығарамыз, иә, балалар, осыдан. Бәріміз қарайықшы тақтаға, барлығымыз. Зат есім сөйлемде бірінші және екінші жақ жіктік жалғау. Мына жердегі мын дегеніміз қандай жалғау? Бірінші жақ жекеше түрдегі жіктік жалғау. Сен оқушысың, кітабымызға қарайық. Сен оқушысың. Көпше түрде ма, әлде жекеше түрде екінші жақ? Көпше. Қалай? Жекеше түрде сың деген жекеше түрдің жалғауы, иә? Ал сода түсіндіңдер ғой, содан барып мынандай ереже шығады. Қараймыз. Зат есім сөйлемде баяндауыш болғанда, оған бірінші, екінші жақ жіктік жалғауы жалғанады. Жіктік жалғаулар баяндауыштың қай жақ екеніне байланысты. Жекеше, көпше. Жіктік жалғау өз нешеге бөлінеді дедік, балалар? Жекеше түрде және көпше түрде бөлінеді. Сөйлемдеріне байланысты жекешеде жалғануы мүмкін, иә? Көпшеде жалғануы мүмкін. Бірінші жақ жалғау. Жекеше түрде бын, бір, мын, мін, ғын, біз. Көпшеде біз, мыз, міз, қыз, біз. Екінші жақта сын, көпше түрде үшінші жақ болмайды, иә? Жақсы, осы ережені есімізде сақтаймыз, иә? Ережені есімізде сақтаймыз. Ол үшін тәсілдерден карточка таратып беремін. Бұл карточканы үйде жаттайсыңдар, қазір орнына қайтадан қойып көреміз. Ережені, иә? Оқытыңдар ма? Қашықтан тексереміз. Бір-бірімізбен ауысамыз. Түрттік жұмыс, иә? Ережені орнына қайтадан қойыңдар. Дұрыс қойдыңдар ма? Үшінші жақты жасайын ба? Жоқ, ережені шығарыңдар, жаңағы ережені қайталадық қой, сол ережені қайтадан осыған жазамыз. Жоқ жерлеріне толтырасыңдар ғой. Зат есім сөйлемде қандай сөз қоясыңдар? Айтпаймыз. Оқи ғой, сөз орындасың оқиды. Бірінші жақ жекеше түрде. Жоқ, ең басынан бастап оқы. Мен
Дұрыс айтады, зат есім сөйлеме, сендерде мына жерде жазылмаған ғой, соған қандай сөзді қойыңдар? Бастауыш емес, баяндауыш болғанда оған жалғанатын бірінші және екінші жақ бірінші және екінші жақтағы жалғау жалғанады деп тұр, иә? Түсіндіңдер ма? Баяндауыш. Аха. Болды. Бірінші сосын екінші жақтағы жіптік жалғау жалғанады. Нәтижені қоясың? Екі деген ба? Дұрыс орындадың. Айтайын қоймайсың сырым. Айтайын. Мен алдында болыпты. Соны табамыз жаңағыда, иә? 19. Бірінші сөйлемге орындаймыз тапсырманы. Иә, дұрыс орындасаң, қосамыз. Үш болды. Табамыз. Екінші көкшетірде тұрма, бірінші жақта тұрма, екінші жақта тұрма табамыз, иә? Және сөйлем мүшесіне талдаймыз. Мен экологпын. Мен кіммін? Экологпын. Жоқ, талдаймыз енді осы сөйлемде. Мен экологпын. Сөйлем аяқталған нүкте қойылды ғой, иә? Экологпын. Кіммін? Эколог. Пен дегеніміз қай жақта тұр? Пен деген жақта. Пен. Пен ол бірінші жақтағы жекеше тұр. Жас қой, бірінші жақ жекеше түрде тұр, иә? Бірінші жақ жекеше тұрдызал. Бірінші жақ жекеше түрде тұр, иә? Сонда бұл сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр? Баяндаушының қызметін атқарып тұр. Ал не дегеніміз? Бастауыш. Жақсы, келесі сөйлемге шықсын жігер. Мен сол жерден оған келесі сөйлем. Онымызда орындаймыз, онымызда. Қалғандарымыз. Қарындашпен сызамыз сосын, балалар. Сен. Sen işte kalın. Aha. Al. Енді талдайық. Сен мүшелер тобының мүшесісің. Иә. Сен. Олар тұрлаусыз мүшелер, иә? Мүшелер дегеніміз кімде? Мүшелер, баяндауыш. Сің деген қай жақты? Қай жақты жалғанды? Көпше түрде ме, әлде жекеше түрде ме? Қараймыз ережемізге. Алдымызға қарап екінші жақта жекеше түрде. Баяндауышты нешесі қойсаңыз? Сің деген жалғау кімде? Екінші жақта жекеше түрде деп жас қойып, екінші жақта жекеше түрде. Жазасыңдар. Екінші жақта жекеше түрде. Келесіге шықсын. Мен көшіріп талдаймыз, балалар. Мына жерде бишілер тобының деген тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер ғой. Сонда мыналар қандай болып кетеді? Тобының мүшесінде тұрлаусыз мүшелер. Сонда анықтауыштың қызметін атқарады. Анықтауышты қалай сызамыз? Балалар,
Олар табиғат. Олар табиғат. Қорғаушылар. Мен Олар деген нені мұнда келесі сөйлемге екінші жақ көкшетірде, иә, кәсімдер деген. Түбірі кәсіпкер, кәсіби. Баяндауыштың қызметін атқарып тұр, иә. Болды, енді келесі сіз дегенде кім? Сіз. Баяндауыш болады, иә. Ал атақты деген баяндауыш емес, бастауыш деген. Бастауыш болады. Атақты. Кім? Атақты. Бастауыш болады. Ойдым. Үйтіп қолмен сүретін. Так. Кім шығады? Қазбек. Сез. Дос, қай жолға жалғайсың? Дос. Келесі. Түзетеміз болсаң, қате болсын. Келесі. Қайсы оқушы деген сөз бар? Келесі. Сөздерді сәйкестіріп аламыз, иә? Қайсы аласың? Биші. Келесі. Дос кел. Нұрлы дайындалып тұр. Қайдатамыз? Көршіміз. Шығауыз. Аяғы кел. Жігер кел. Жігер деп мұнылы. Қас қателерін табамыз сосын. Баламыз. Қате кетіп қалды, иә? Қатесін түзелі. Кел, түзеш қатесін. Түзел. Боздарын алсырам. Анасы. Дос, дос деген жоқ. Sen емес. Қатесін Түзел. Дос, қыз. Оқушысың. Ана деген мұндай емес. Анасын. Оқушысың. Балағын. Sen емес. Оқушымын. Кішісің. Енді қазір. Отырыңдар. Бүкілі дұрыс. Қате бар. Кіші дұрыс емес. Ай, немесің.
Енді ол жердегі сын, пын, піз, мын, сін, мыз, міз, пын дегеніміз қандай жалғауы? Зат есімнің жіктік жалғаулары, иә? Зат есімнің жіктік жалғаулар адамның кім екенін, кәсібін көрсетеді дедік, иә жаңа? Мысалы, қазақпын. Сұрақ қойыңызшы. Кіммін? Қазақпын. Пын дегеніміз жіктік жалғауының қай түрінде тұр? Көкше ма, жекеше ма? Жекеше түрінде тұр, иә? Түсінікті ма? Яғни жіктік жалғаулар жалғасы тұр, иә? Деген сөздерді не істейміз? Бірінші жақ, екінші жақ не істейміз? Жіктеп жазамыз, иә? Ал орнымызда отырып үшінші жақ жазамыз, а? Үшінші жақ жазасың? Үшінші жақты сын жақтамен жұмыс, яғни мен білетін әдісі. Зат есімдерді тиісті жалғаулармен сәйкестендірейік, иә? Яғни біріншіден денесін қосып алайық. Келесі шықсын жігер. Келесі сөз қандай? Біз ақын, біз дегеніміз ол қандай жалғау? Қарсыңдаршы ережеге. Біз деген бірінші жақтағы көпше түрде. Бегі жіктік жалғауы, иә? Бала, сыңдар. Келесі. Дос кеп, сырым дайындалып отырсыз. Келесі қай сөз? Қай сөз аласың? Әнші сіздер. Сүде ғой, сүде. Әнші нағаш. Бала сыңдар. Я сон здесь еще. Қайтесін десе? Ұста деген қайда апарасың? Бала. Баласыңдар. Дұрыс барып тұр. Баласыңдар, иә. Дұрыс келді. Енді жазып алдық па? Ақын дегенге қай жалғауын жалғадыңдар? Ақын. Аспаз. Әнші. Күйші. Ұста. Ұстасын. Үйге тапсырма 22-ші. Тапсырманы үйге орындаймыз. Үйге жазып аламыз, иә? Енді шаңырақ әдісі арқылы сабағымызды аяқтаймыз, иә? Шаңырақ әдісі арқылы сабағымызды аяқтаймыз. Мысалы, балалар тәжірибесінде сары түсті көріп тұрсыздар ғой, сары түсті үй, сұрағым бар деген сөз. Қызыл түсті үйді көріп тұрсыздар, иә, онда бәрі түсінікті деп айтасыңдар. Ал одан ақ түсті үйді көріп тұрсыздар ғой, түсіндім деген сөз. Енді балалардың әжек стикерлерді жапсырамыз. Әжеден алып жапсырасыңдар. Мысалы, сары сұрағым бар деген сөз, көп бәрін түсіндім. Қызылға барасыңдар, қызылға бәрін түсіндім деген сөз. Егер түсінсеңдер,
үйге апарасың, Ислам? Енді отырыңдар, қолдарыңыздағы балдарыңыз есептеп алайық, балалар. Кім қанша балл алды? 5. Қазір отырыңдар, отырамыз. Қане есептесін? Балдар, егер түсінікті болса, мында апарасың, мында. Иә, мында. Рамазан? Сұрағым бар, иә, сенің де? Наны кім әкелді? Ал мына жақта біздің үйге балалар дұрыс, бұл түсіндім деген сөз, балалар. Көбісі түсінген екен, иә, тақырыпта? Мен түсіндім. Иә, енді балдарымыз есептеп жүрейік. Мен бұл балалар. Так, Нұрислам енді 7 балл. 7. Өзімнен 1 балл қосам, онда 8 балл боласың, иә? Неге де 8? Аяла сенде неше балл? 7. Өзіне 1 балл қосам, 8 балл. 1 балл қосам, 8 балл. 1 балл. Иә, сен бәрі не істеген жоқсың, иә? Ал сенде неше балл кәдімгі? 7 балл, мұғалімнен 1 балл қосылады, 8 балл.